Ал енді бүгінгі сабақта мен сіздерге жеке рекламный аккаунт қалай ашамыз, соны көрсететін боламын. Ал енді жеке рекламный аккаунтты мен алдында айтқаным, оған біз клиенттің карточкасын тіркейтін боламыз. Ол үшін Facebookқа кіреміз. Мынау мысалы алдында ашқан жарнама 1 деген бұл клиентімізге ашқан бизнес парақшамыз еді. Осы жерден менюді басамыз. Then ADS менеджер деп тұр. ADS менеджерға өтеміз. ADS менеджерға өтіп, осы жерден все инструменты деген жерді басып, настройка компанияға өтеміз. Міне, настройка компанияға өткеннен кейін соңғы ашқан бизнес менеджеріміздің үстін басамыз. И подтвердить аккаунт деп тұр, осыны баса саламыз. Жиі подтверждение сұрайды и отправить электронный письмо дейді, осы жерді басасыздар. И почталарыңызға сообщение келеді, код барады, сол кодты осы жерге енгіземіз. 26 40 и отправить дегенді басамыз. Болды. Міне, подтверждать етілді. Енді осы жерде біз мына рекламный аккаунты деген жерді басамыз. Осы жерден рекламный аккаунты деген жерге добавить дегенді басып, создать новый рекламный аккаунт дейміз. И осы жерге названиясын жасасыздар. Вот енді осы жерге клиентіңіздің атын немесе инстаграмын жазып қойсаңыз болады. Мысалы, мына жерге мен енді жарнама деп қойдым, сол үшін де мен жарнама деп қоямын. Сіздер енді өздеріңізге клиентіңіздің атын немесе инстаграм парақшасын жазыңыздар. Жарнама и часовой пояс дегенге +6 Омск дегенді таңдайсыздар. Біздің бәрі +1, +2, +3. Азия Омск деген таңдаймыз. Валюта США доллар и далее дегенді таңдаймыз. Моя компания деген далее и я принимаю деп условиясын қабылдаймыз. Яғни Құдайбергенова Сабина деген БМ бизнес менеджер осы жарнама деген рекламный аккаунтқа жалғанып жатыр дейміз. Соған создать рекламный аккаунт дейміз. Яғни мынау Сабина Құдайбергенова БМға мынау жарнама деген рекламный аккаунтты жалғап жатырмыз. Енді қараңыздар, осы жерге де добавить платежную информацию деп осы жерге де жалғасақ болады біздің карточкамызда, немесе готово деп кейін ADS-тен жалғауды көрсететін боламын. Болды, міне реклама Сабина деген бір рекламный аккаунт бар и жарнама деген біз міне жаңадан аштық. Болды, дәл осылай рекламный аккаунт ашамыз. Енді ары қарай біз енді неге өтейік? ADS-қа өтейік. Енді осы жерден міне Сабина Құдайбергенова деген БМ-нің ішінен біз жарнама деген жаңадан рекламный аккаунт аштық. Міне бұның үшін мұны пустой көрдіңіздер ғой. Әр клиенттің өзіне арнап бір рекламный аккаунттар ашатын боласыздар. Міне мынау жаңадан рекламный аккаунт деп осыны айтады. Бұл сіздердің жеке кабинеттеріңіз. Осы жерде бүкіл біздің жұмыстарымыз осы жерде жасалынады. Реклама жібергеннен кейін барып уже таргетологтың жұмысы басталады. Отчет жасаймыз, қарап отырамыз, рекламамыз қалай болып жүріп жатыр, көтеріліп жатыр ма, бюджетін түсіреміз, қосамыз, макеттерін ауыстырамыз, макет қосамыз, әртүрлі группа объявленияларға тест жасаймыз. Ал енді мына жерден биллинг бөліміне өтеміз.
биллинг бөліміне өтіп, дәл осы жерден біз карточканы жалғайтын боламыз клиенттің. Міне мына жерде міне не транзакция дейді, яғни карточка ешқандай жалғанбаған. Способ оплаты деген жерді басып, осы жерге біз клиенттің карточкасын жалғаймыз. Міне добавить способ оплаты деген жерді басып, міне Қазақстан, доллар, США, далее дейміз. Далее дейміз и тағы да далее дейміз. И осы жерге уже клиенттің карточка номерін уже жазамыз. Карточкасын жазамыз, номерін жазамыз и одан кейін сохранить дейміз. Жазайыншы. И карточканы жалғаған кезде неде қалай деп тұр, тура солай один в один жазасыздар. Бергенова и номер жазамыз. И срок годности қандай? 03-27. CVV кодын жазамыз бұл жерге. И сохранить. Мына күтеміз. Клиенттеріңізге жалғанған кезде барады инстаграмына, фейсбук, оплата 0 теңге деп барады. Енді қараңыздар. Енді айтып атады ғой, клиенттің, чтобы НДС алмас үшін, налог алмас үшін, налогты қалай алдырмауға болады? Налогты алдырмас үшін, я представляю юридическое лицо, Енді қараңыздар, НДС налогын алмас үшін, НДС налогын қалай өшіреміз деп атады, ол үшін только бір галочка. Мына жерге я представляю юридическое лицо деген жерге галочка қойып, сохранить дегенді баса саламыз. Мына жерге өздеріңіздің имдарыңызды жазсаңыздар болады, өздеріңізге ашып атсаңыздар, жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Міне болды. Міне біздің дәл осылай карточкамызды жалғадық. Рекламный аккаунт аштық, и рекламный аккаунтқа біз карточкамызды жалғадық. Уже реклама жіберіп, настройкасын жасауға дайын.